Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдайтын боламыз. Бірінші есеп қабырғалары А сантиметр және Б сантиметр болатын тіктөртбұрыштың ауданы мен периметрін анықтаңыз. Яғни тіктөртбұрыштың ауданы ол екі қабырғасының көбейтіндісі, тіктөртбұрыштың периметрі екі қабырғасының қосындысының екі еселенуі немесе екіге көбейтіндісі. Бірінші ауданын табу үшін мен А мен Б-ны көбейтемін. Сәйкесінше 5,6-ны көбейтемін 12,1-ге, 5,8-ді көбейтемін 12,2-ге. А көбейту Б-ны жазып қоямын. 12,1-ді 5,6-ға көбейтеміз. 6, 2 бір ойда, 6, 7, 5, 0 бір ойда, 5, 6, 6, 7. Екі орны айырамыз. 67,176. Келесі 12,2-ні 5,8-ге көбейтемін. 6 бір ойда, 18, 7 бір ойда. 16, 17 бір ойда, 8, 9, 0 бір ойда, 11. Бір ойда 5, 6, 6, 7, 0. 70,176. Яғни тіктөртбұрыштың ауданы 67,176 мен 70,176 сандарының біреуіне тең, немесе 67,176-дан үлкен немесе тең, бірақ 70,176-дан кем немесе тең болады. Енді периметрін табамыз. Периметрін табу үшін мен екеуін қосып екі еселеуім керек. Сонда 5,6-ға 12,1-ді қосамын. 12,1-ге 5,6-ны қосамын. 7, 17,7. 17,7-ні 2-ге көбейтуім керек. Сосын 12,2-ге 5,8-ді қосам. 0 бір ойда 7, 8. 18-ді де 2-ге көбейтуім керек. Сонда екі еселенген А қосу Б менде периметрін береді. Мұнда 36, мұнда 4 бір ойда, 4, 5, 2, 35 бүтін 10-4 пен 36-ның арасында болады деген сөз. Екінші есеп берілген сан аралықтарының қиылысуы мен бірігуін координаталық түзуде кескіндеңіз. -5 нүкте боялады, -5, 1 боялмайды, және 7 бояймыз. -5 пен 1-дің арасы. Минус шексіздіктен 7-ге дейін. Екеуінің қиылысуын жазамын. -5-тен 1-ден, минус шексіздіктен 7-ге дейін. Екеуінің бірігуі, яғни минус шексіздіктен 7-ге дейін болады. Ал қиылысуын жазатын болсақ, онда мінеке қиылысуы. -5-тен 1-ге дейін 5-ті қоса алғанда. Үшінші есеп координаталық түзуде берілген сан аралықтарын теңсіздік түрінде және сан аралығы түрінде жазыңыз. Сан аралығы түрінде жазатын болсам, -3-тен 5-ге дейін. Ал теңсіздік түрінде жазатын болсақ, мінеке қос теңсіздік түрінде жазамыз. -3-тен үлкен, бірақ 5-тен кіші. Бысында тік жақша болады, себебі нүктеміз боялған. -1,2-ден 1-ге дейін, -1,2-ні қоса алғанда. Теңсіздік түрінде жазатын болса, -1,2-ден x-іміз үлкен немесе тең, бірақ 1-ден кіші. Және соңғысы сан аралығымен жазамын, яғни минус шексіздіктен келе жатыр, минус шексіздіктен 5-ге дейін. Ал теңсіздік түрінде жазатын болсақ, 5-тен кем сандар деген сөз. Төртінші есеп теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдерін табыңдар. Ол үшін теңсіздіктер жүйесін шешіп аламыз. X-тарды бір жаққа топтаймын. 2,8x азайту 0,3x артық -4,5 қосу 17. Екіншісі 12,3x азайту 7,1x кем немесе тең 19,8 қосу 16,6. Енді ары қарай 2,8 минус 0,3 ол бізде 2,15 x-ті береді. Артық
17-ден 4,5-ті аламыз. 17 азайту 4,5. 5, мұнда біреу кетіп қалды. 12,5. Так, 12,3-тен 7,1-ді аламыз. Мінекей 12,3 азайту 7,1. 2, 5. 5,2. X кем немесе тең 19,8-ге 16,6-ны қосамын. 4 бір ойда 5, 6, 2, 3. 36,4. Ары қарай X-ті табамын. X артық 12,5-ті 2,5-ге бөлеміз. Немесе 125-ті 25-ге бөлеміз. 5-тен келеді. X-ті табамын. Кем немесе тең 364-ті 52-ге бөлемін. Так, нешеден береміз? 4-пен аяқталатын 364-тің ішінде 7-ден берейік. 7. 4, бір ойда 35, 36. 7-тен келеді екен. X артық 5-тен, X кем немесе тең 7. Так, сан түзуіне саламын. 5 бізде ашық қалады. 7-ні бояймыз. 5-тен үлкен сандар және 7-ден кіші сандар. Яғни теңсіздіктің шешімі 5-тен 7-ге дейін 7-ні қосалғанда. Осы аралықтағы бүтін шешімін табуымыз керек. Осы аралықтағы бүтін шешімі ол 6 және 7 деген сөз. Себебі 7 де жауапқа кіреді.